Сау саламатсыздар ма, қымбаттыларым? Күнделікті Құран-ы Кәрімнен үзінді оқиық. Шұғыра сүресі 370 бет. Екі топ бірін-бірі көрген сәтте Мұса ғалейхиссәламның жолдастары сөз жоқ, қолға түстік деді. Мұса ғалейхиссәлам әсте, шынында Раббым бізбен бірге, маған жол көрсетеді деді. Мұса ғалейхиссәламға таяғыңмен теңізді ұр деп уахи еттік. Сонда теңіз жарылып, әр бөлімі асқар таудай болды. Артқыларды да сол жерге жақындаттық. Мұса ғалейхиссәламды онымен бірге болған адамдардың барлығын құтқардық. Сосын басқаларды суға батырдық. Әрине бұнда ғибрат бар. Сонда да олардың көбі нанбайды. Расында Раббым ол аса үстем, тым мейірімді. Мұхаммед ғалейхиссәлам оларға Ибраим ғалейхиссәламның қиссасын баян ет. Сол уақытта ол әкесіне, еліне, неменеге табынасыңдар деді. Олар бұттарға шоқынамыз, бұларға мүлде мүлгудеміз деді. Ибраим ғалейхиссәлам, олар шақырғандарыңды естиме деді. Немесе олар сендерге пайда, зиян келтіре ала ма? Олар жоқ, аталарымызды осылай істеген түрде таптық деді. Ал енді неменеге табынғандарыңды көрдіңдер ме деді. Сендер бұрынғы аталарың да әлемдердің Раббынан басқа, олар менің дұшпаным, ол мені жаратқан, маған тура жол көрсетеді. Ол маған жегізеді де ішкізеді. Ол қашан ауырсам, маған шипа береді. Ол мені өлтіреді, сонан соң тірілтеді. Ол сондай Алла, қиямет күні қателерімді жарылқауын үміт етемін. Раббым маған даналық беріп, мені игілерге қоса көр. Шұғыра сүресі 370 бет. Сауабы сіздер мен біздерге болсын. Негізі әр таңда өздеріңіз тілек тілеп, Алладан кешірім сұрап, осы ораза айында болса да, басқа айларда болса да кешірім сұрай отырсаңыздар, әрине Алла тым мейірімді, тым кешірімді деп айтады, иә? Осы оқылып жатқан Құранның нұрымен нұрланып, әдемі күндеріңіз көп болып, жолдарыңыз ашық болып, пенделік мына өмірде біліп білмей істеген күнәларыңызды бір Алла өзі кешірсін деп тілек тілей жүріңіздер. Сау саламатта болыңыздар.